Ақтауда қазақ әдебиетінің классигі Әбіш Кекілбайұлын еске алу кеші өтті. Еңбек ерінің туған күніне арнайы ұйымдастырылған шара облыстық тарихи өлкетану музейінде болды. Абыз рухын ұлықтау рәсіміне Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Ұлықбек Тіналиев пен жазушының ұлы Дәулет Кекілбаев және өлкеге танымал зиялы қауым өкілдері қатысты. Жиналған жұртшылық жазушының ескерткішіне тәу етіп гүл шоқтарын қойды. Ары қарай облыстың бас имамы Әнуар Қажы Елжанов ғұламаның рухына Құран бағыштады. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal Сонымен қатар облысымыздағы Әбіш Кекілбайұлы атындағы тарихи өлкетану музейіне абыз жазушының ұрпақтары мен жақындары бүгінгі атаулы күнге орай жазушыдан қалған құнды мұраларды сыйға тарту етті. Осы жәдігерлер біздің музейімізді қорын толықтырып жатыр. Одан кейін тағы да ол үлкен бір тағы да жәдігер, ол Әбіш ағамыздың өзінің еңбек ері алтын жұлдызы мен отан ордені, оны Астанадан арнайы ұрпақтары бізге алып келді. Қазір оны біз қазір көрсетеміз. Бірақ қазір олардың көшірмесі Өскеменде Монетный дворда жасақталып жатыр. Жылдың аяғына дейін ол біздің көшірмелер біздің музейдің экспозициясын толықтыратын болады. Ұлы тұлғаның ұлы да шараға ат салысып, әкесін осылай ұлықтап жатқандарға алғысын білдірді. Дәулет Кекілбаев абыз жазушының тырнақалды туындылары топтастырылған жинақтың тұсауын кесті. Бәріңе де рахмет айтамын. Мен сізге де теңдер дейді. Алла разы болсын. Жатқан жерге. Бұл жинаққа әдебиеттің айтылды. Сол кезде Маңғыстау ауданының Сталин жолы, Ленин рухының ауданының газеттерінде жарияланды. Енді қазір осы үлкен шара естелік. Бүгін әкемізді еске алып, мына Құран бағыштады, гүл шоқтарын қойдық. Енді мына қазір қастарындағы бірге жүрген, бірге тұрған жас кезінен, студенттік кезінен өз ағалары, жеңгелері, інілері, қарындастар бәрі жиналып отыр. Бәрі осы шаңыраққа келіп, осы шаңырақтың астында қазір бәрі жиналып, жаңадан қойылымдар қойылып отыр. Мында ішіне мұражайға тағы толтырылған экспонаттар қойылып отыр. Қазір соның бәрін бірге көрерміз. Тұңғиық терең оймен сана иесі, данышпан жазушыны еске алуға арналған кешке қатысқан жұрт іс-шарадан кейін мұражайға қойылған жаңа жәдігерлермен танысты. Гүлжан Нұржан, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.